Сәлеметсіздер ма? Менің қолөнер каналыма қош келдіңіздер. Мен сіздерге бүгін осындай 4 түрлі түсті жіптен бабушкин квадрат, бірақ спиральный болып тоқылған түрін көрсететін боламын. Ол үшін бізге осындай 4 түрлі түсті жіп, және мынандай 3-ші номер біз. Ең бірінші мен осындай сары, розовый түсті жіптен алдым. Енді цепочка жасаймыз мені. Болмаса мені былай бастап көрсетейін мен сізге. Мына жіптің ұшы менде міне осылай. Міне енді ортасынан ұстап тұрып оң қолымызбен мына екі жіпті тартамыз. Міне осындай бізде петля шығады. Негізі оны былай тоқсаңыздар болады. Мына жіптің ұшы бер жақта. Бізімді салдым, ұрадым мұны. Біз мынарде 5 воздушная цепочка тоқимыз. Мен сіздерге жіпті қалай ұстау керегін көрсететін боламын. Міне оң қолымда ілмекпіз. Міне сол қолымды салдым. Мына екі саусағым ортасында жіп тұр. Бұрам мына екі саусағымен былай ұстаймын. Тура тоқып жатқан түбінен ұстаймыз. Міне осылай ұстадық. Мына екі саусағыңызбен жіптің төмен жағын ұстап тұрасыз. Енді бізіміз былай жоғары жағы көтеріп тұрайық. Біздің ұшы жоғары қарайды. Сосын мына жіптің астынан саламыз да өзімізге қарай біздің ұшын бұрамыз. Ақырындап мені тартамыз. Міне 2 3 4 5. Енді ең бірінші мына бізде воздушная цепочка деп аталады. Міне енді осыны ең бірінші тоққан столбигімізге салып, енді мына жерде біз соединительный столбик жасаймыз. Міне соединительный столбик. Мына жерде менде домалақ тесігі бар, тура ортасы центр. Енді осы жерге тоқитын боламыз. Мына қараңыздар, тура ортасына саламын. Алып шықтым. Міне екі жіп бізімде, екі жіптен екі петлядан бір петля шығамын. Енді накид деген бізді жібіміздің астына салып іліп алдық. Центрімізге салдық. Жібімізді бізімізге іліп шығардық. Менде 3 жіп. 3 жіптен бір жіп шығарам. Бұл бізде полустолбик. Ең біріншіміз бізде столбик без накида болды. Екіншісі полустолбик. Енді қараңыздар, қайтадан бізімді жіпке ілемін. Бұл бізде накид. Центрға саламын. Іліп алдым, шығардым. 3 бізде ілмек. Бірінші екі ілмектен шығарамыз. Бізімізді бір ілмек шығарам. Енді қайтадан бізімізде тағы да екі ілмек тұр. Екі ілмектен бір ілмек шығарамын. Бұл бізде столбик с одним накидом. Қайтадан накид. Центрға салдық. Бізімізді петля іліп алып шығарамын. Қайтадан менде 3 ілмек. Екі ілмектен бір ілмек шығарамын. Екі ілмектен тағы да бір ілмек шығарамын. Сонда бізде мына жерде столбик без накида, полустолбик с одним накидом и екі столбик с одним накидом. Бірінші столбик с одним, екінші столбик с одним накидом. Енді осымен біз болдық. Бетіп жібімізді көтеріп қоямыз. Келесі кез келген түс қоса берсеңіздер болды. Өздеріңізге ұнаған. Мен осындай коралловый түс қосатын боламын. Енді бізімді центрға салдым. Іліп алып шығарамын.
Енді қарасаңыздар, қараңыз. Міне. Жай ғана ілмек жасаймын. Бұл бізде дайындық болады. Енді тағы да центрға салдым. Міне 2 ілмек мына жерде. 2 ілмектен 1 ілмек шығарамыз. Бұл бізде столбик без накида. Тағы да енді накид. Бұл жерде мен міне шығардым. 3 ілмектен сразу 1 ілмек шығарам. Бұл бізде полустолбик с одним накидом. Енді қайтадан накид. Центрға саламын. Міне 3 ілмек. Бірінші 2 ілмектен шығарып аламын. Міне. Қазір қайтадан біздімде 2 ілмеге 2 ілмектен тағы да 1 ілмек шығарам. Қайтадан накид. Міне 3 ілмек. Бірінші 2 ілмектен шығарам. Кейін тағы 2 ілмектен. Сонда міне бірінші қатарымыз қызыл жіптен дайын болды. Бітіп жібімізді шығарып қоямыз. Енді мен осындай фиолетовый түс бұл менде. Қайтадан центрға саламын. Ілмек алып шығарамын. Бекіттік. Енді мына жаққа центрға саламыз, тұр ортасына. Ілмек мені алып шықтым. Енді біздімде 2 ілмек, 2 ілмектен 1 ілмек шығарамыз. Бұл столбик без накида. Енді накид. Тура центрға саламын. Енді менде 3 ілмек. Енді бір жерде полустолбик с одним накидом. 3 ілмектен сразу 1 ілмек шығардым. Накид. Қайтадан саламын тура центрға. Ілмек алып шығардым. Міне менде біздімде 3 ілмеге бірінші 2 ілмектен шығарамыз. Бұл столбик с одним накидом. Енді біздімде 2 ілмек, 2 ілмектен 1 ілмек шығарамын. Накид. Дұрыс ілінбеді. Енді ары-қарай мына жібімізді, ілмегімізді көтеріп қоямызды. Енді мен мына көк түсті жіпті қосатын боламын. Қайтадан жіптің ұшын аламызды. Міне центрға біздімді салдым. Көк түсті жіпті іліп шығарамын. Енді жай ғана бітіп петля көтереміз. Енді қайтадан центрға саламын біздімді. Біздімде 2 ілмек. 2 кішкене кедергі келтіріп жатыр. Екі ілмек біздімде, 2 ілмектен 1 ілмек шығарам. Бұл бізде столбик без накида. Енді накид жасаймын. Қайтадан центрға салып. Міне накид. Қайтадан центрға салдым біздімді. Мына жақтан жібімді тартып шығардым. Біздімде 3 жібе, міне ілмек, 3 ілмек, 3 ілмектен сразу 1 ілмек шығарамын. Накид. Біздім центрға салдым.
енді мына жерде 3 ilmek менде, 3 ilmектен бірінші 2 ilmектен біреу шығарамын. Енді 2 ilmek, 2 ilmектен 1 ilmek шығарамын. Бұл бізде столбик с одним накидом. Енді тағы бір столбик с одним накидом тігу керек. Міне кішкене арасын ашып, міне 3 ilmek, бірінші 2 ilmектен 1 шығарамын. Міне осындай шығады. Міне енді қараңыздар, екінші қатарды оқимыз. 1, 2, 3. Енді бізде төртіншісі мына жерде астында прям тығылып тұр. Біз осы прям 1, 2, 3 мына жерде төртіншісіне тоқу керекпіз. Енді біз ары қарай барлығын столбик с одним накидомда тоқимыз. Мен накид жасадым, мен bizim жіптің астына салып алдым. Міне 1, 2, 3 мына төртінші столбикқа тоқимын. Міне ол астына прям кіріп кеткен. Дұрыс салынбады. Міне 3 ilmek столбик без накида дегеніміз. Міне 3 ilmектен бірінші 2 ilmектен шығарам, кейін 2 ilmектен шығарам. Накид міне. Енді тұр осы жаңағы тоққан столбигімізге қайтадан екінші столбик с одним накидом тоқимыз. Міне. Енді келесі столбикқа накид. Бұл жерге бір ғана столбик с одним накидом. Қайтадан накид. Міне енді келесі столбикқа бір столбик с одним накидом. Екінші столбик с одним накидом. Сонда ең біріншісінде мына жерге екеу тоқыдық, біреу тоқыдық, екеу тоқыдық. Енді мына жер дұрыс болмай қалыпты. Келесі розовый деп накид. Мына жерде қайтадан сынайыз. Міне 1, 2, 3, төртінші міне прямо мына жерде тұр. Бір жерге 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Накид тура сол жерге міне тоққан жерімізге тағы бір тоқимыз. Сонда бір столбикте 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Келесі мына жерге бір столбик қана тоқимын с одним накидом. Бір столбик үстіне бір столбик. Енді накид мына жерге бір столбиктің үстіне 2 столбик тоқимын. Бір столбик үстіне бір столбик. Енді накид мына жерге бір столбиктің үстіне 2 столбик тоқимын. Бір столбик, накид, екінші столбик. Бір столбикқа 2 столбик тоқыдым. Міне енді жібімді ұзартамын. Келесі ол кішкене айналып кетті. Арт жағында кішкене жіптердің ұшы болғандықтан кішкене түсініксіз алып беті міне мынандай әдемі болып шығып жатыр. Накид. 1, 2, 3. Міне төртіншіміз мына жерде тығылып тұр. Міне соның астына міне 2 столбик тоқимыз. Міне бір столбик, накид, тура осы жерге екінші столбик. Накид, мына жерге бір ғана столбик с одним накидом. Мына жерге
бір столбик тоқыдым. Накид екінші, тура сол жерге екінші столбикті қоймыз. Түсінікті деп ойлаймын, не? Мына фиолетовыйды мен былай қарай тоқып, жоқ, мен бірге тоқайық. Мына қызыл жіпті бүйтіп шығарып қою керек. Накид, мына жерде, мына жерде көрініп тұр. Ең бірінші, мына. Даже былай ашсаңыз да басқа жоқ. Накид аламыз, мына жерге 2 столбик с одним накидом тоқимыз. Тура сол жерге екінші столбик, накид, мына жерге 1 столбик с одним накидом, накид, мына жерге 1, накид, тура сол жерге екінші столбик с одним накидом, накид, мына жерге 1 столбик с одним накидом, накид, мына жерге 2 тоқимыз, мына 1, накид, мына тура сол жерге екінші столбик с одним накидом, кезек-кезеге сонда накид, накид, мына жерге 2 тоқыдық бір жерге, мына көрініп тұр. Бір столбиктен 2 столбик шығып тұр. Келесі мына жерде 1 столбик с одним накидом. Накид, мына жерде 2 болады кезегімене. 1 столбик с одним накидом. Накид. Тура сол жерге 2 тоқым. Енді келесі столбик 1 столбикпен аяқталады. Осындай әдем болып тоқылып жатыр. Қазір көк столбикті ары қарай тоқу керек боламыз. Мына фиолетовый жіпті тоқып болдық, мына айландыра. Енді көк түсті жіпті тоқимыз. Мына жерде мына 2, мына жерде 2 столбик тоқыған. Енді мына жерде 1 столбик с одним накидом. Кезектебе. Келесі столбик міне. 1 столбик тоқыдым. Накид, тура сол жерге екінші столбик с одним накидом. Накид, мына жерге 1 столбик с одним накидом. Мына жерге 2 столбик с одним накидом. Накид, мына жерге 1 столбик с одним накидом. Көк түсті тоқып болдық. Енді розовый түсті тоқимыз. Накид, накид. Мына жерде мына 1 столбикта 2 столбик, сюда мына жерге 1 столбик с одним накидом. Накид, мына жерге 2 столбик с одним накидом. Накид, тура осы жерге бұл жерде міне бір жерден 2 столбик шығардым. Келесі накид, мына жерге 1 столбик с одним накидом. Келесі 2 столбик с одним накидом. 1, тура сол жерге 2 накид, 1 столбик с одним накидом. Енді қызыл түсті жібімізді тоқитын боламыз. Мына жерде мына 2 столбик с одним накидом. Енді мына
есе бір столбик с одним накидом. Накид, мына жерге 2 столбик с одним накидом. 1 накид. Тура осы жерге міне екінші столбик с одним накидом. Накид. 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 Мына жерге 2 столбик с одним накидом. 1 столбик. Накид, екінші столбик. Мына жерде жібім үзілген екен, кесілген не? Қазір қосып жүреміз. Накид. Назіптен қосып жібереміз. И мына жіптен тартып қойсақ, әдемі болып шығады. Накид. Мына жерде 1 столбик, мына жерде 2 столбик, мына жерде 1, мына жерге 2. 1. Накид. Тура сол жерге міне екінші столбик с одним накидом. Накид. Мына жерге 1 столбик с одним накидом. Накид. Бұл жерге 2 столбик с одним накидом. 1 на 2. Накид. Мына жерде 2 ғой да? 1 столбик с одним накидом. Накид. Мына жерге 2 столбик с одним накидом. 1 накид. Тура сол жерге міне екінші столбик с одним накидом. Накид. 1 столбик с одним накидом. Келесі мына жерге 2 столбик с одним накидом. Енді фиолетовый түсті жібімізді тоқимыз. Мына жерде міне көріп тұрғанда мына жерде 2, мына жерде 1. Накид. Мына жерге 2 столбик с одним накидом. 1, 2. Бір жерден 2 тоқыдым. Накид. 1 столбик с одним 1 столбик с одним накидом. Накид. Мына жерге 2 столбик с одним накидом. 1. Накид. Мына жерге келесіге 1 столбик с одним накидом. Накид. Мына жерге 2 столбик. 1 2. Мына жерге 2 тоқыдым. Накид. Мына жерге 1 столбик. Келесі жерге накид. Міне 1 накид. Тура сол жерге міне екінші столбигім тоқыдым. Келесі мына жерде міне 1 столбик с одним накидом. Накид. 1 накид. 2. Мына жерде 2 тоқыдым. Накид.
бір столбик садим накидім. Накид, мына жерге екінші. Біреу, мына жерге екеу. Біреу. Накид, тура сол жерден. Накид. Бір столбик мына жер қала береді. Енді мына розовый түсті жіпті тоқитын боламыз. Мына жерде қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мына жерде 11 қалатын болса, бізде мына жерде тоже 11 столбик қалу керек. Мына 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Мына жерге дейін қалу керек бізде. Ой. Накид, мына жерде бір столбикпен бітті. Мына жерге 2 столбик тоқу керекпіз. Міне. Накид, тура сол жерге міне. Бір жерге 2 столбик тоқу. Накид. Мына жерге 2 столбик тоқу. Біреу. Тағы. Екінші. Мына столбик. Мына жерге 2 столбик бар. Мына жерде 2 столбик, бір столбиктің үстінде. Енді келесі накид. Мына жерге 1 столбик садим накидім. Мына жерге 2 столбик садим накидім. Мына жерге екеу, да? Мына жерге біреу. 1 столбик садим накидім. Келесі мына жерде 2, 1, 2 столбик садим накидім. Еще мына жерде біреу бар. Ол жерге 1 столбик садим накидім тоқимын. Осындай дейін болып шығады. Мен мынадан ары қарай қазір басқаша тоқитын боламыз. Мына жерде бізде 11 столбик қой. 11 столбикті біз мына жерде қараңыздар, мына жерде 2 столбик тұр, 2 столбик аяқталып, мына жерге 1. Тағы да тура осы жерге мына екінші столбик тоқимын. Енді ары қарай мен 9 столбик жай ғана тоқышам. Мына бірінші столбик, мына келесіге тоқимын. Екінші столбик. Дұрыс сүрінбеді. Келесіге тоқимын. 3. Келесі 4. Келесі 5. 6. 7. 8. 9.
10 столбик. Бұл жерге 2 столбик тоқимын. 1, 2. Міне бітті. Мына жерде де мына 2 столбикпен аяқталыпты. Бұл жерде де келесі столбикқа 2 столбик тоқимын. 1 столбик. Тура сол столбикқа мына жерге 2-ші столбик тоқимын. Міне сонда мына жерде бекем, міне мен қазір тоққаным 2. Ары қарай барлығын 1-1 столбиктен 9 столбик тоқимыз. Келесі столбик. Надо бар, келесі столбик. Осы жерге 2 столбик с одним накидом и тура осы жерге міне осыны әдемі болып шығып жатыр. Келесі фиолетовый түсті тоқимыз. Накид, мына жерде 2 бар. Мына жерге 2 тоқимыз. 2 столбик с одним накидом. 1 накид, тура осы жерге міне ары қарай бір-бірден 2-ші столбик с одним накидом. Міне осы жерге де мен айналып тоқып келу керекпін. Мына жерге мына жерде 2 столбик тұр, бір жерде не шығып. Мен келесі столбикқа тағы да 2 столбик тоқимын. Мына 2 столбик тоқыдым. Енді ары қарай бір-бір столбиктен тоқып шығамын. Міне 1 и тура осы жерге міне 2. Что үлкен болып кетті мына жерде. Накид, тура осы. Міне осындай әдемі болып шығып жатыр. Енді ары қарай міне мына жерге 2 столбик аяқтап жатырмыз. 2 столбик с одним накидом. Біреу, тура осы жерге міне 2-ші столбик с одним накидом. Мына жерге 1 столбик с одним накидом. Келесі мына жерге полустолбик. 3 ілмектен өткізме. Мына жерге жағына столбик без накида. И мына жерде мындай соединительный столбик. Қазір кесетін боламыз міне. Енді мына бұрышын аяқтаймыз. Накид. Мына осы жерге 2 столбик тоқимыз. 1. Келесі 2 міне. Тура бір жерден 2 столбик тоқыдым. Келесі міне бір ғана столбик с одним накидом. Мына жерге соединительный столбик міне. 3 ілмектен 1 ілмек шығарамын.
мына жерге столбик без знаки, да, міне мына жерге соединительный столбик. Міне тағы бір рет көрсетейін сіздерге. Қызыл түсті жіп. Міне екі столбик, бір столбик, екі столбик соединим накидом, мен накид аламын. Осы жерге екі столбик соединим накидом тұғыр, міне. Біреу. Тура сол жерге екінші столбик соединим накидом. Енді накид. Мына жерге бір столбик соединим накидом. И накид. Мына жерге үш ілмек тұр. Үш ілмектен сразу бір ілмек шығарамыз. Бұл полустолбик соединим накидом. Мына жерге менің ілмегімде бір, бізімде бір ілмек. Мына жерге столбик без накида и мына жерге соединительный. Осылай. Енді мына жерде екі столбигім бар, енді накид. Мына жерге екі столбик соединим накидом тоқимын, міне біреу. Мына екінші столбик соединим накидом. Накид. Мына жерге бір столбик соединим накидом. Накид. Мына жерге полустолбик соединим накидом. Міне үш ілмек. Үш ілмектен бір ілмек шығарамын. Мына жерде менде бізімде бір ілмек бар. Келесі столбикқа салып, міне бізімде енді екі ілмектен бір ілмек шығардым. Келесі столбикқа соединительный столбик, міне. Осындай тоғыз шақта, енді мына жіптерімдерін сыртқа шығарып, былай ішіне қарай тығып тастау керекпіз. Осылай. Сосын мен пока жай ғана міне келесі мына жерін бәрін осылай бекітіп тығып қою керекпіз. Міне осындай коврик тоқсаңыздар болады. Шағым шайнектің ыстық тамақтың астына осындай демі ғып, осындай ғып тоқып алуларыңызға болады. Кәделеріңізге жараттыңыздар. Маған подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыздар. Комментарияға сұрақтарыңыз болса жазып өтіңіздер. Міндетті түрде жауап беретін боламын.